Hello, my friend. How are you? Our lesson today: countable and uncountable nouns. Саналатын және саналмайтын зат есімдер. Достар, видеоны толық көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Let's go. Бірінші, countable nouns. Countable nouns дегеніміз бұл саналатын зат есімдер. Яғни біз ол заттарды қолымызбен ұстап, көзімізбен көріп, кәдімгі санай аламыз. Мысалға, бір машина, екі машина, бір ит, екі ит деген сияқты саналатын зат есімдер солар. Олар болымды сөйлемдерде an жекеше, some көпше түрінде қалай болады екен? Соған тоқталайық енді. There is a man at the door. Есік алдында бір адам тұр. Яғни адамды санай аламыз біз, иә? Бір адам, екі адам, үш адам деп. Одан кейінгі мысал самға кеттік. I have some friends in New York. Нью-Йоркта бірнеше досым бар. Яғни бұл көпше түрде саналады бұл да, иә? Келесі болымсыз сөйлемдерде an жекеше, any көпше. I don't have a dog. Менің итім жоқ. Мұнарада бар деп қатеге қапты. Кешірім өтінемін. There aren't any seats. Ешқандай орын жоқ. Келесі uncountable nouns. Бұл саналмайтын зат есімдер. Біз саналмайтын зат есімдерді не жатқызамыз мысалға? Суды санай алмаймыз, иә? Сүтті санай алмаймыз. Бір сүт, екі сүт деп. Сосын құмды санай алмаймыз мысалға. Бір құм, екі құм деп. Олар көп қой, себебі оны санай алмаймыз. Қантты санай алмаймыз. Міне осылар саналмайтын зат есімдерге жатады. Енді бұларға да мысал келтіре кетейік. Болымды сөйлемдерде some. There is some milk in the fridge. Тоңазытқышта сүт бар. Ал болымсыз сөйлемде any. There isn't any coffee. Кофе жоқ. Questions. Енді біз құраған мысалдарымызға осы болымды, болымсыз зат, жаңағыдай саналатын, саналмайтын зат есімдерге қалай сұрақ қоямыз? Соған назар аударыңыздар енді. Сұрақ қойғанда саналатын зат есімдермен an, any, how many. Міне осылар пайдаланылады. Мысалға, is there an email address to or write to? Электронды почта бар ма? Are there any chairs? Орындық бар ма? Саналмайтын зат есімдермен any, how much. Осы екеуі қолданылады. Is there any sugar? Қант бар ма? How much orange juice is there? Қанша апельсин сусыны бар? Мына суретте енді саналатын, саналмайтын зат есімдерге кішігірім мысалдар келтірілген. Мысалға, бургер, сэндвич, міне сосиска, фри, бұлардың барлығы саналады. Біреу, екеу, үшеу деп. Ал одан кейінгі май, тұз, қант, нан дегендер саналмайды. Себебі олар көп. Достар, жалпы саналатын, саналмайтын зат есімдерге түсіндіңіздер ғой, иә? Түсінсеңіздер, маған кері байланыс ретінде пікірге саналатын және саналмайтын зат есімдерге бірнеше мысалдар келтіріп жазып қойыңыздар. Мен себебі сіздердің көріп отқандарыңызды тақырыпты түсінікті болғанын біліп отыруым үшін. Достар, соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сол кезде менің әрбір шыққан сабағымды жіберіп алмай көретін боласыздар. Goodbye, my friend. Bye-bye. Сау болыңыздар. Келесі сабаққа дейін.